Қазақ тілді Нұр Әмір арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лүпіл басып, керемет пікір қалдырыңыз. Ендеше, Заман Бәк фильмі. Атауына келсек, заман, яғни дәуір, ғасыр деген сөз. Ал бәк ұғымы ағылшын тілінен аударғанда артқа деген сөз. Жалпы алғанда, Заман артқа фильмі Қазақстан кино тарихына жаңа леп әкелді десек те болады. Күтпеген жайттарға толы заманауи мағыналы фильм. Күлдіріп ақырында жылатып талады. Достыққа деген адалдық, уәдеге деген беріктік, шынайы махаббат, әкеге деген құрмет керемет көрсетіледі. Фильмнен кейін бір көрермен кезінде от едім дейтін әкемнің сөзіне сенемін, сіздер не көрдіңіздер деп айтпаймын. Ата-анама ренжімеймін деп әсер алған екен. Әрине, өмірде еркектер кейде тез сынуы ғажап емес. Адал дос үшін отбасына, жарына, баласына дұрыс қарай алмай, өзін тастап, сынаққа шыдамай, алқаш боп, қаншама уақытты зая кетіреді. Сол кезде азаматының жан дүниесін түсіне біліп, қандай сынақ болмасын қасында қалған мықты әйелді көресіз. Үйіне келген қонақты ер азаматы төріне отырғызбай, төрдің өз иесі бар дегенде, сіз ойлауыңыз мүмкін, мынау адам таза жынды екен ғой деп. Алайда жалпы адамның қандай өмір сүргенін көрмей, не үшін бұлай дейтінін білмей, ешкімді сөкпеу керек екенін ұғынасыз. Ол үшін фильмді бастан аяқ көріп шығуды ұсынамын. Мағыналы, айтары бар фильм. Заман Бәк.